Күздің ызғарлы күндерінің бірі. Жастықтың жалын атып тұрған шағында жүрген 4-ші курс студенті Орал 2-ші курста оқитын Жібекті қатты жақсы көретін. Жібек болса 5 уақыт намазын қаза қылмайтын, орамалын бастан тастамайтын қыз еді. Ал Орал екі сөзінің бір өтірік, екі күннің бірінде той қуалаған, ертеңін ойламайтын жігіт болатын. Орал Жібекпен кездесу үшін қолынан келгеннің барлығын жасайтын. Қызды күнде оқу орнынан күтіп алып, оған сүйем күйем деген сөзді жиі айтып, сезіміне сендіргісі келіп, алдаудан жалықпайтын. Тіпті үйленуге дайын екенін айтып, басын қатырып жіберді. Осылай күндер өтіп жатты. Бір күні қыз жігіттің сезіміне келісімін білдіріп, онымен кездесуді ұйғарды. Дәл солай қарапайым ғана кездесіп жүріп, 1 ай уақытын өткізді. Қыздың сеніміне кіріп, жақсы жұп екендігін дәлелдеген жігіт ақыры оны күндердің күнінде зинақорлыққа шақырды. Егер қыз ол жігітпен бірге жататын болса, жігіт оған үйленетінін, ешқашан алдамайтынын және өмір бойы жанында болатынын айтып ант су ішті. Оның құр уәдесіне сенген қыз алданып жатқанын байқамады да. Сөйтіп ол қыз да жігітке сеніп, адам жоқ мекенге кездесуге шешім қабылдады. Сөйтіп Орал ол қызды қала сыртындағы қаңырап қалған тастанды үйге шақырды. Қыз сабағынан шығып, Оралға қарай бет алды. Ал жігіт, қыз өз ойынан бас тартып кездесуге келмеймін деп қалмасын, деген оймен телефонын өшіріп тастады. Телефонын өшірмей жатып, өз достарына телефон шалып былай деді. Мен бір қызбен таныстым. Қазір онымен кездесем, ол жеңіл жүрісті. Егер сөзіме сенбесеңдер, қала сыртындағы тастанды үйге келіңдер. Ол мені жақсы көріп қапты. Ол нағыз жезөкше. Келіңдер, деп достарына хабарлады. Бәрі де аш қасқырдай байғұс қызды күтіп тұрды. Жігіт достарына, ол қызды күтіп алып, оны өздерің зорлаңдар. Мен бір бұрышта қарап тұрам, деп кетіп қалды. Қыз ол мекенге жете бергенде, анасы телефон шалып, әкесінің хал үстінде жатқанын айтып, қызды үйге дереу шақырды. Суық хабарды естіген қыз жігітке телефонын шалды. Телефон тұтқасы өшірулі. Кездесуге келмей қалса, олар түсінбей қалатынын ойлаған қыз өзінің құрбысына телефон шалып, айтылған мекенге барып, мән-жайды түсіндіруін өтінді. Бірақ зина жасайтын ойлары бар екендігін айтпады. Құрбысы да дін жолындағы қыз еді. Айтылған мекенге кешігіп жеткен құрбысын арам ойлы жігіттер қоршауға алып, жан-жақтан қаумалап, бас салып, қыз байғұсты зорлай бастады. Барлығы да ол қызды зорлап, арам ойын жүзеге асырып жатты. Біраз уақыттан соң әлгі жігіт сол жерге келіп, қызды көргісі келді. Өзі де зорлайтын ойы бар еді. Орал сол жерге жеткен кезде өзінің туған қарындасын көрді. Оның пәк сұлу қарындасы өз достарының астында зорланып жатты. Орал қарындасының сол университетте оқитынын білсе де, бір топта оқитынын білмейтін еді. Бұл көріністі көрген Орал қатты ызаланып, іші алай-дүлей болып, достарына ештеңе айтпастан өзіне қол жұмсады. Себебі ол қызды зорлау туралы достарына өз айтқан еді. Құранда Аллах тағала зинаға жоламаңдар. Расында ол арсыздық және жаман жол деп айтқан Аллах тағала. Баршамызды ауыр күнәдан сақтасын.